Анер жуас бала. Жуас бала. Енді может ашуменен еркек болғаннан кейін, енді кім біледі. Ұрса енді ұрғанда шығар, ұрғанда да қатты өлтіріп ұрғанын мен көрмеймін енді. Семья болғаннан кейін әйтеуір айғайласып ұрысқан шығар. Өте жуас дейді. Бірақ ашуы келген кезде енді еркек қой ұрған шығар дейді. Парадокс. Қарама қарсы. Өте жуас адам ол екінші адамды ұра алмайды. Бұл жерде не туралы болып жатыр? Бұл жерде абьюзердің белгілері. Абьюзер адам өзінің айналасындағы адамдармен өте жақсы қарым-қатынас жасайды, сыпайы болып. Сондықтан да олар ойлай алмайды, олар сенбейді, что ол адам бір адамға осындай қиянат жасайды деп. Абьюзер өзінің абьюзін жертвасына көрсетеді, қалған адамдардың бәріне жақсы қарым-қатынас жасайды. Тіпті жертвасы абьюзердан кете алмайды. Не үшін кете алмайды? Потому что жертвасына уақыт-уақытта ол жақсы қарым-қатынас жасайды. Осы кезде оның жертвасы сеніп қалады, что әрі қарай енді осындай болады деп. Бұл ловушка. Абьюзер оны келесі өзінің абьюзін жасау үшін уақыт-уақытта жертвасына жақсы қарым-қатынас жасайды. Достар, бұл психикалық ауру. Бұндай адамдарға ұзақ уақытты психотерапиялық жұмыс керек. Менің есімім Айғаным, мен қазақ тілді психологпын. Егер сізге өте жақсы қарым-қатынас жасаса, кішкене уақытта күмән келтіріңіз. Бұл абьюздің белгілері.